Өкпенің төменгі шекарасы жауырын сызығы бойынша жауырынның төменгі ұшынан анықталады. Ашық дыбыстан тұйық дыбысқа перкуссия жасаймыз. Кеткен дыбыстан белгілейміз. Перкуссия күші жай. Кеткен дыбыстан белгілейміз. Немесе қолдарыңызбен, саусақтарыңызбен белгілеп көрсетесіздер. Санаймыз. Жауырынның төменгі ұшы бізде 7-ші қабырға болып саналады. 8, 9, 10-шы қабырғаның бойында. Вертебральды сызық бойынша өкпенің төменгі шекарасын анықтаймыз. Ашық дыбыстан тұйық дыбысқа. Перкуссия күші жай. Кеткен дыбыстан белгілейміз. Көрсетесіздер. Санаймыз. Қалай санаймыз? 7-ші мойын омыртқасын өзінсін тауып аласыздар қылқанды. Төмен 1-ші кеуде омыртқасы, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші, мынау бізде 11-ші кеуде омыртқасының бойында.